Сәлем достар, бұл видеода сіздерге Халық банкінің акциясын қалай алғандығымды және акцияны алғанда қандай көрсеткіштерді ескергендігім жайлы бөлісетін боламын. Сонымен қатар, сіздерге акцияны телефон қолтаңбасын пайдалану арқылы қалай сатып алуға болатындығын да көрсететін боламын. Әсіресе, акцияны алу үшін көп қаражат керек деген адамдарға осы видеоны соңына дейін көрулеріне кеңес беремін. Видео сіздерге пайдалы әрі қызықты болады деп сенемін. Сол себепті видеоға лайк басып, видео жайлы пікірлеріңізді жазып кетулеріңізді сұраймын. Ал егер каналдың жаңа көрермені болсаңыз, арнама тіркеліп кетуіңізді сұраймын. Болашақта әлі де инвестиция жайлы маңызды ақпаратпен бөлісетін боламын. Сонымен, кез келген қазақстандық Халық банкі жайлы естіді деп сенемін. Бұл банк елімізде ғана емес, Грузия, Қырғызстан сияқты елдерде де өз қызметін көрсетіп келе жатқан капиталы жағынан үлкен банк болып есептелінеді. Жалпы компания көптеген қаржылық, банктік, инвестициялық, сақтандыру және тағы да басқа қызметтерді ұсынады. Халық банкінің акциясы нарықта 1998 жылдан бері саудаланып келеді. Компанияның тикері биржада осылай тіркелінген. Егер акцияны сатып алғыларыңыз келсе, осы тикерді жазып іздесеңіздер болады. Жақында өз портфелімді Халық банкінің акцияларын сатып алу арқылы толықтырдым. Компанияның акциясын алар кезде бірнеше көрсеткіштерді ескердім. Біріншіден, ең қарапайым көрсеткіш акция бағасының тренді. Графикке қарасаңыз, компания акциялары нарықта саудаланғаннан бастап әрдайым өсіп келе жатқандығын байқайсыздар. Яғни, акция бағасының тренді жоғары бағытталған. Бұл болашақта акция бағасы әлі де өседі деген сенімді тудырады. Сонымен қатар, компанияның қарызы мен компанияның жеке капиталы арасындағы қатынас оң, шамамен 24%-ды құрайды. Бұл дегеніміз, компанияның қарызынан жеке капиталы көп дегенді білдіреді және қаржылық жағдайы тұрақты. Сол себепті компанияға инвестициялаудың тәуекелі төмен. Компанияның FCFTTM немесе Free Cash Flow Trailing 12 Months көрсеткіші де жаман емес. Тура аударатын болсақ, ол компанияның соңғы 12 айдағы еркін ақша айналымы дегенді білдіреді. Ол компанияның операцияларынан түскен табыстан, капиталдық шығындар мен активтерге жұмсағаннан кейін қалған қаражатты көрсететін көрсеткіш. Бұл көрсеткіш инвесторлар үшін маңызды болып табылады. Себебі ол компанияның дивиденд төлеуге, қарыздарын қысқартуға немесе басқа да дамуына қанша қаражаты бар екендігін көрсетеді. Халық банкінде бұл көрсеткіш шамамен 734 миллиард теңгені құрайды. Сонымен қатар, компанияның дивиденд төлейтіндігі немесе төлемейтіндігі маңызды. Компания дивиденд төлейді, бірақ тұрақты түрде емес. Келесі кестені қарасаңыздар, былтырғы жылдың аяғында компания бір рет шамамен әрбір акция үшін 12 теңге 71 тиын төлеген. Әрине, компанияның өзге де артықшылықтары мен кемшіліктері бар. Сол себепті бұл видеодағы ақпарат инвестициялық кеңес емес және жарнама болып табылмайды. Ендігі кезекте Freedom Finance'тың TraderNet KZ қолтаңбасы арқылы акцияны қалай алғандығымды көрсететін боламын. Ескерту: касса қор нарығында саудаланатын акцияларды жұмыс күндері Астана уақытымен күндізгі 11:30-нан кешкі 5:30-ға дейінгі уақытта сатып ала аласыздар. Басқа уақытта биржа жұмыс жасамайды. Сонымен, акцияны сатып алу үшін ең алдымен қолтаңбаға кіреміз. Кейін ең бірінші тұрған котировка терезесіне кіреміз. Байқасаңыздар, осы беттің жоғарғы жағында лупаның суреті көрсетілген. Сол жерге басып, өзімізге керекті тикерді жазамыз. Менің жағдайымда акция тикері төменде көрсетілген. Көрсетілмеген болса, өзіңіз теріп жазуыңызға болады. Тикерді басқаннан кейін бізде компания акциясы жайлы және компания жайлы ақпарат беретін парақша ашылады. Осы бетте компания жайлы толық ақпаратты алсаңыздар болады. Ал акцияны сатып алу үшін торговать деген батырманы басамыз. Батырманы басқан соң осы бет ашылады. Бұл бетте қандай бағамен және акцияның қанша данасын сатып алғыңыз келетіндігі жайлы ақпаратты көрсетесіз.
Количество деген жерде акция санын жазғаннан кейін сізде тапсырыстың жалпы бағасы көрсетілетін болады. Мен компанияның 7 акциясын алдым. Ол бар болғаны 1100 теңгеге шықты. Цена деген жерге өзіңіз алғыңыз келетін сумманы жазсаңыз болады. Бірақ мен нарықтық бағамен алуды шештім. Ақпаратты толтырғаннан кейін «Выставить приказ на покупку» деген батырманы басып, сатып алуды тапсырыс береміз. Келесі сіздерде «Подтверждение» деген терезе ашылады. Бұл терезеден ақпараттың дұрыс немесе қате екендігін тағы бір тексеріп шықсаңыз болады. Егер барлығы дұрыс болса, «Купить» деген батырманы басып, сатып алуға келісім бересіз. Осыдан соң қолтаңба сізді бірден портфель терезесіне бағыттайды, және сол жерде «Приказы» деген бөлімде сіздің сатып алуға берген бұйрығыңыз шығады. Менің жағдайымда бірнеше секундтардан соң акцияны сатып алғандығы жайлы ақпарат келіп жетті. Сатып алғаннан кейін акция менің портфелімде пайда болды. Осылай сіздер де нарықта саудаланатын кез келген компанияның акциясын тикерді теріп, тапсырыс беру арқылы сатып ала аласыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға үлкен рахмет. Сіздерге ұнады және пайдалы болды деп үміттенемін. Еңбегім үшін лайк басып, комментарий қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Болашақта тағы да видеоларды жіберіп алмас үшін каналға тіркелуді ұмытпа.